Сәлем достар, бүгін өте дәмді болып шығатын, дәмі тіл үйретін шоколадты кекстер дайындайтын боламыз. Ыдысқа 230 грамм қантты саламыз, үстінен 200 мл айран, 2 жұмыртқаны және де 100 грамм ерітілген сары майды құйып, жақсылап біркелкі масса шыққанша араластырып алатын боламыз. Қантты міндетті түрде жақсылап ерітіп алу қажет болады. Дәл осындай сұйық масса шығады. Одан соң 250 грамм ұнды алып, үстінен 30 грамм какаоны саламыз. Одан соң 1 шай қасық разырхитель, жарты шай қасық сода, жарты шай қасық тұзды салып, жақсылап біріккенше араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан соң жарты бөлігін сұйық массамызға салып, тағы да жақсылап қозғайтын боламыз. Екеуі біріккеннен соң қалған бөлігін салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне бізде дәл осындай біркелкі масса шығуы қажет. Ішіне қалауыңызша шоколад салсаңыз болады. Одан соң осындай арнайы форманы алып, қағазшаларды төсеп, бір қасықтан құйып шығатын боламыз. Немесе бұндай форма жоқ болса, силиконды өзі кекске арналған формалар бар. Енді үстінен өзіңіз қаласаңыз, осылай шоколадтарды сеуіп қойсаңыз болады. Міндетті емес, 180 градуста қызып тұрған пеште 15 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Міне 15 минут өткеннен соң біздің кекстеріміз осылай көтеріліп пісетін болады. Егер де бұдан да қатты көтерілгенін қаласаңыз, 2 қасықтан құйып пісірсеңіз болады. Өте жұмсақ, іші воздушный болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіз, еш өкінбейтін боласыз. Дәмі өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп лайк басуды да ұмытпаңыз.